Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқан Сытқазықызы. Бүгін сіздермен эпилепсия тақырыбында сөйлесетін боламыз. Бұл қандай ауру, не үшін пайда болады, қандай зерттеу әдістері арқылы бұл ауруды анықтаймыз және емі туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, каналда активті болып, подписаться деген батырманы басып, комментарийлер жазып отыруды ұмытпай отырыңыздар. Ал енді эпилепсия туралы айтайық. Бұл эпилепсия дегеніміз енді қарапайым тілмен және қысқаша сіздерге жеткізуге тырысайын. Эпилепсия дегеніміз ол кәдімгі мида жаңағыдай белгілі бір себептің әсерінен жаңағыдай ошақ пайда болады. Бұл ошақтан бізде жаңағыдай мида майда клеткалардан тұрады, нейрондар деген клеткалардан тұрады. Бұл нейрондар бізде тежегіш және ынталандырғыш болады. Яғни бір нейрон бізде жаңағыдай импульстарды ынталандырып тұрады, бір нейрон сол ынталандырған нейронды тежеп отырады. Осы эпилепсия ұстамасы кезінде ынталандыратын нейрон қатты жұмыс істейді да, ал тежейтін нейрон бұл жерде жұмысы әлсіз болады. Яғни активті клеткалар, бүткіл импульстардың барлығы мидан денемізге түгелмен тарайды, ал оны тежейтін нейрон жұмыс жасамай қалады. Сондықтан эпилепсия ұстамасы кезінде жаңағыдай тырысу ретінде бүткіл ағзада тырысу, немесе жаңағыдай ауыздан көбік шығу, аяқ қолдарында әртүрлі селкілдеу сияқты белгілер, жаңағыдай есінен тану сияқты осы белгілер бізде жаңағыдай мидың ішінде эпиочак пайда болады. Эпиочактан жаңағыдай нейрондардың барлығына активті жаңағыдай қозу нейрондары жаңағыдай жұмыс жасап кетеді. Ал сол қозған нейронды басатын нейрон жұмыс жасамай қалады бұл кезінде. Сондықтан бұл эпилепсия ұстамасы кезінде адамда осындай белгілер болады. Бұл жаңағыдай эпилепсия ұстамасы негізі 4 себептен жаңағыдай ұстайды, пайда болады. Біріншісі ол генетикалық. Егер ата-анасында немесе туысқандарында эпилепсия ауруы болатын болса, ол балаға міндетті түрде берілуі мүмкін. Берілу қаупі жоғары болады. Яғни ол генетикалық тұрғыда балаға беріледі. Екіншісі ол мида қандай да бір процесс пайда болса, ол ісік болуы мүмкін, ол жаңағыдай басқа бір жаңағыдай мида бір ошақ болуы мүмкін. Сол жерден жаңағыдай мида жаңағыдай активті клеткалар пайда болып, эпилепсия ұстамасы пайда болады. Үшінші себебі ол травма. Травма болған кезде миға қандай да бір зақым береді. Және де мида қан ұю болады. Осы қан ұю ошағында соның айналасындағы тіндер активтеліп, жаңағыдай судорога тырысу ұстамалары пайда болады. Және төртінші себеп ол инфекциялық. Көбінесе мидың инфекциялары, ол менингит болуы мүмкін, энцефалит болуы мүмкін, немесе басқа да жаңағыдай мидың қабыну процестері кезінде осындай тырысу ұстамалары ұстауы мүмкін. Енді әртүрлі себептен бізде осы тырысулар болады дедік. Бұны точно қай түрі екенін анықтау үшін ең негізгі бізде зерттеу әдісі ол электроэнцефалография деген әдіс. Ол кәдімгідей балаға басына жаңағыдай шапка сияқты кигізеді. Сол жерден электродтар арқылы мида эпилепсиялық активті ошақтар бар ма жоқ па, және қай жеріне бөлініп тұрғанын жаңағыдай қисық сызықтар арқылы сіздерге мынандай қағазға шығарып береді. Бұл электроэнцефалография әдісі деп аталады. Бұл әдіс кезінде жаңағыдай бала ұйықтаған қалпында тексеріледі, және де ояу қалпында тексеріледі, және баланы қандай да бір қоздырғыш кезінде жаңағыдай миын тексереді. Бұл бізге міндетті түрде тырысу ұстамасы кезінде керек әдіс. Екінші әдіс ол МРТ.
магниттік резонанстық томография әдісі. Бұл әдіс жаңағыдай баланың миының структурасын анықтауға көмектеседі. Егер балада мысалы ісік болатын болса басында, сол ісікті алып тастайтын болса, жаңағыдай эпилепсиялық ошақ жаңағыдай жойылады және балада тырысу ұстамасы болмай қалуы мүмкін. Яғни біз мида қандай ошақ бар, соны анықтау үшін МРТ-ға түсіреміз. Енді осы екі негізгі әдіс және де эпилепсия ұстамасы кезінде міндетті түрде эпилептологтың консультациясы керек. Енді біз эпилепсияны анықтап алдық, бізде осындай зерттеу әдісінде эпилепсиялық жаңағыдай белгілер анықталды. Енді бұл эпилепсияның екі түрі болады, ең жиі кездесетін. Ол генерализованная эпилепсия дейді, яғни ол кезде бүткіл аяқ қолдарында балада тырысулар болады, аузынан көбік кетеді және кіші дәретке жіберіп қояды, есін жоғалтады деген сияқты. Осындай белгілер генерализованная форма дейді, яғни мидың бүткіл жаңағыдай бөліктері, оң жақ, сол жақ қыртыстардың барлығы қатысады генерализованная. Екінші түрі ошақты түрінде, ол қай жерде бізде ошақ орналасқан, мысалы жаңа айтып өткендей ісік болатын болса, мидың мысалы маңдай бөлігінде ғана орналасатын болса, бізде тек қана жаңағыдай қай бөлік зақымдалды, сол бөлікте жаңағыдай тырысу ұстамасы болуы мүмкін. Ол бір қол болуы мүмкін, бір аяқ болуы мүмкін, немесе жаңағыдай бір қол бір аяқ бірге болуы мүмкін. То есть сол жақ қолы мен аяқ деген сияқты. Яғни бүткіл дене емес, ошақты бір ағзадан ұстауы мүмкін. Бұл ошақты эпилепсия деп аталады. Яғни сіз енді түсіндіре кетейін, жалпы егер ми қатысатын болса, генерализованная эпилепсия кезінде, онда бүткіл ағзада тырысу ұстамасы болады. Ал егер жаңағыдай белгілі бір қол мен аяқ ғана жаңағыдай тырысатын болса, онда ол жаңағыдай ошақты эпилепсия деп аталады. Енді эпилепсияның былайша айтқан кезде түрі өте көп. Кішкентай кезінде младенческий жаңағыдай приступы деген болады. Өте ауыр диагноздар болады. Енді оны бір видеомен жеткізу мүмкін емес. Сіздерге негізгі білетін ол эпилепсия не үшін пайда болады? Осы 4 себепті айта кеттім. Қандай зерттеу әдістері керек? МРТ, ЭЭГ және эпилептолог сіздерге керек. Және де емі бар ма? Осы көп адамдар ойлайды эпилепсия емделмейді деп. Негізі бұл ауру емделеді. Ең негізі емдейтін ол бізде эпилепсия қарсы препараттар. Бұл препараттар жаңа қозғыш нейрондарымыз бар ғой, сол қозғыш нейрондарды жаңағыдай жұмысын бәсеңдетеді де, жаңағыдай тормозной нейрон, яғни тежегіш нейронның жұмысын арттыру арқылы жаңағыдай баланың приступтарын азайтады. Бұл жаңағыдай препараттарды егер бала уақытылы қабылдайтын болса және де жаңағыдай режимді нарушать етпейтін болса, бұзбайтын болса, дәрігер рекомендациясын қабылдайтын болса, эпилепсияны жақсы емдеуге болады. Ал егер дәрісін уақытылы қабылдамай, жаңағыдай айтқан рекомендацияны орындамай, қайта препараттардың режимдарын бұзатын болса, ол резистентті эпилепсияның түріне айналуы мүмкін. Бұл кезде препараттар уже көмектеспейді. Ол кезде жаңағыдай кетогендік диета немесе басқа да оперативті ем арқылы емдеуге кіріседі. Сондықтан, егер бұл диагноз қойылатын болса, бұл ауру емделеді. Бұл ауруды емдейтін жақсы препараттар бар. Олардың түрлері көп. Ол түрлерді ауыстырып, өзіне сәйкес препаратты тауып, баланы міндетті түрде жаңағыдай емдеуге кірісу керек. Сондықтан сіздер бұл диагноздан қорықпаңыздар. Бұл диагноз емделеді. Ең бастысы сіздерге точный диагноз қойып, және берілген емді, берілген рекомендацияны үзбей орындау керек. Және де жаңағыдай кетогендік диета деген бізде соңғы зерттеулер бойынша осындай диеталар болады. Ол диеталар ағзада кетонды көбейтеді да, осы кетон жаңағыдай эпилепсиялық ұстамаларды азайтады. Бұл диетаны көбіне жаңағыдай дәрі-дәрмек көмектеспейтін балаларға қолданады. Оны міндетті түрде дәрігердің нұсқауымен
бауырдың және де ішек құрылыстардың жаңағыдай жұмысын тексеріп отырып бұл диетаны жаңағыдай тағайындайды. Осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде жаңағыдай лайк басып, комментариялар жазып, егер қалған сұрақтарыңыз болатын болса, астына жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Енді эпилепсияның түрлері өте көп, бірақ мен басты керек қысқа мәліметтер бердім. Егер сіздерге қызық болатын болса, мен әр қайсысына, әр түріне жеке тоқталып сіздерге видео түсіретін боламын. Ол үшін астына міндетті түрде комментарияға осы ойларыңызды жаза отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.